Омыртқа жарығымен ауырған адамның омыртқаралық шеміршегінде сұйықтық азаяды. Мұны дәрігерлер рентгенге түсіру арқылы анықтайды. Егер шеміршектегі сұйықтық қалыпты болса, ол ақ түсті көрсетеді. Ал кеуіп қалған шеміршектің орны ғана қарайып білініп тұрады. Омыртқаралық шеміршектің кебуіне қандай жағдайлар әсер етеді? Грыжа кезінде шеміршектердің кеуіп кетуі ауыр салмақ түскеннен болады. Одан кейін барып тірек қимыл жүйесінің аздығынан болады. Көбінесе қимыл қозғалысы өте көп қажет болады, және де ауыр көтермеу қажет болады. Өйткені ол жерде басады да, жаңағы үлкен давлениемен басқаннан кейін барып, арасындағы шеміршектері жұқарып кеуіп кетуден әбден мүмкін. Оның алдын алу үшін диетолог мамандар ағзадағы минералдар мен дәрумендер қоры жеткілікті болу керек дейді. Ол үшін мына тағамдарды тұтынған жөн. Біріншіден бұл кальций және фосфорға бай тағамдар. Яғни біз білетін сүтті өнімдер, түрлі ірімшіктер, мысалы майлы өнімдер, яғни пайдалы майлар. Оларға мысалы біз жаңғақ, түрлі тұқымдар және зәйтүн майлары сияқты соны қосуды ұмытпаңыздар. Сонымен бөлек түрлі мысалы құрт, айран жатқызуға болады. Сонымен бөлек фосфорға бай біз білетін балық өнімдері және де түрлі жеміс-жидектер және көкөністер, олардың құрамында да кальций болады және де витамин С болады. Ақуыздар себебі ол негізгі қоректік көз ретінде саналады, яғни етті өнімдер, бірақ майсыз болу керек. Жаңағы айтқан түрлі жұмыртқа. Ал кейбір өнімдер ағзадағы минералдар қорының азаюына әсер етеді. Алкоголь, кофе, шай, түрлі тәтті сусындарды, газдалған сусындарды ішуге болмайды. Себебі олар кальцийді және де фосфорды организмнен шайып жібереді. Сонымен бөлек тұзды өнімдерді көп қолданбауға кеңес беремін. Себебі тұзды өнімдер организмде суды жоғарылатып, оның әсерінен сіздің омыртқаңыздың арасындағы қан тамырлар кеңейіп, ол жерге түрлі тағам қоректік заттардың баруы тежеледі. Маман айтқан кеңестерге сүйеніп, дұрыс тамақтансаңыз, қимыл қозғалысты көбейтіп, спортпен шұғылдансаңыз, омыртқа жарығының асқынуының алдын алуға болады. Денсаулық бәрінен маңызды екенін ұмытпаңыз. Біз тікелей эфирде жұмысымызды жалғастырамыз. Хабарласқан